соғыс құмарлықпен ауырған сол орта. Олар сол Гитлердің айналасына топтасты. Путин де сол. Ол бүкіл орыс элитасының анау шар Россиядан келе жатқан шапқыншылықпен, соғыспен, ірге кеңейтумен, өзге халықтардың жерін тартып алумен, жерін тартып алып, халқын қырып, интеллигенциялысын қырып, халықты тобырландырып, езіп панап, мәжбүрлеп, сөйтіп мемлекетін үздіксіз күшейтіп, қуаттандырып, қазба байлығын тонап, сөйтіп келе жатқан елдің өнімі Путин. Сондықтан бұл арада Путин ол аяқ астынан сол бір адам ғана бүкіл Ресейді сорлатып отыр деп айтсақ, ол тарихи сауатсыздық болып қалады. Енді Трамптың бұл сөзі Зеленскийге де тиді. Енді қазақ тілді аудиторияны көріп отырсам, сосын кейбір Твиттердегі украин жазармандарын қарап отырсам, Трампты кінәлап жатыр екен. Зеленскийдің кінәсі жоқ па, Трамп оны айтқандай? Зеленский өз отанына қастық жасап жатыр. Ол да осы соғыста Зеленскийде істі ушықтырушы деген мәндегі сөзді айтты Трамп. Ал бұл сөздің мағынасы не? Мәселенің бәрі неден басталды? Путин тікұшақпен отырып, шын Путин ба, оның көшірмесі ма, соғысты көзден кешіруге барады. Дәл сол кезде Путиннің тікұшағына дрондық шабуылдар басталады. Бұл нені білдіреді? Бұл Ресейдің жоғарғы ішкі жағында ақпаратты сататындардың барлығын білдіреді. Путиннің жүріс-тұрысы әдетте мүлде құпия. Ол барып көзден кешіріп болғаннан кейін барып, Путин барып қайтты деп жарияланады. Ол бара жатыр деген әңгіме ешқашан айтылмайды. Демек, Путиннің жоғары жағында сатқындар, Путинге қарсылар, Путинді сол Украинаның қол арқылы өлтіргісі келетіндер бар. Бұл бірінші. Екінші, Путинді өлтірмекке Зеленскийдің өлермендене дрондық шабуыл жасау. Бұл соғысты ушықтыра түсті. Трамп неге Зеленскийге ренжіді? Неге Зеленский өзінің еліне қастық жасап жатыр деді? Себебі Трамп екі тарапты келістірмекші болды. Ол соғысты тоқтатып, сайлау алды берген уәдесін орындамақшы болды. Оның мақсаты сол болады. Ол соғысты тоқтатпақшы болады. Сенде қой болды. Ол тіпті соғысып жатқан Украинамен де келісімге келіп, сирек жер элементтерін алмақшы болды. Тіпті ол керек десе, Ресеймен де сауда жасағысы келді. Себебі ол барлық шикізаттарды Ресейден алу арқылы Ресейге керекті қаражатты беріп, болды, есесіне сен соғыс тоқтат, сосын сенде мына шатқаяқтаған экономикаң дұрыста, қарны аш, арақтан басқа ештеңкесі жоқ, орыстарыңның көңілін тыныштандыр деп Путинді тоқтатқысы келген. Мен саған бір иісі жақсы көк қағаз берейін, сосын сол көк қағазға жақсырақ арақ сатып ал, ертесі басыңда ауыртпайтын арақ сатып ал. Ана жалаңаш қаңғып кеткен қыздарың еліне қайтсын деп Путинге жаңағы біраз тәтті кәмпит беріп алдағысы келді. Оның мақсаты Қытай еді, Трамптың мақсаты Қытай болады ғой. Сөйтсе оған келмеді. Сөйтіп отырғанда Зеленский алдыда бұл келіссөзді біресе Сауд Арабияда, біресе Стамбулда сөйлесетін болып, оған уәкілдерін жіберетін болып, ортада Путин Зеленский өз заңын өзі бұзып, келіссөзге бармайды деп жоспарлап, мен келісуге дайынмын дегенде Зеленский Стамбулда күтемендеше дегенде Путин бара алмай қап, масқара болып, өзі ию-ғию болып, әйтеу Трамп жанталасып, біресе Келлогын алай жіберіп, біресе Марко Рубиосын былай жіберіп, келіссөзге келіп соғысты тоқтатамын деп жатқанда, Зеленскийдің Путин отырған тікұшақты дронмен атқылауы, тіпті Путин ажал құша жаздаған, тікұшағы апатқа ұшырай жаздаған, қысқасы Путин ана жаққа барып, Маркстің есігін қағып қайтқан ғой қысқасы. Маркспен қол алысты ма, алыспады ма белгісіз, қысқасы барып бері қайтып берді. Демек, бұл деген сөз Путиннің жүйкесіне тиді. Сөйтті де жатып кеп Киевті атқылады. Сол Киевті атқылаған енді соғыс болған бері Киевке бұндай зор атқылау болмапты.
дронмен де шабуылдаған. Енді мен аған бәлен зымыран түген дрон деп оның бәрін санын атап отырмаймын. Қысқасы сұрапыл шабуыл болған. Біраз адам өлген, біраз құрылыс қираған, бейбіт тұрғындар өлген, зардап шеккен. Киевтің тұрғындары метроның астына тығылған дегендей метрода. Енді Трамп ұшаққа бір жақ ұшып бара жатқан кезде сұрай қалады. Сонда Трамп айтады, бұл жынданып кеткен дейді, Путинді айтады. Ол өте көп адам өлтірді. Мен бұл арада тек әскерді айтып тұрған жоқпын. Соғысқа мүлде қатысы жоқ қарапайым адамдарды өліп жатыр. Ол өте көп адамдарды өлтірді. Яғни Трамп міне бірінші рет Путинді бейбіт адамдарды өлтіріп жатыр деп айыптады. Бұл бір. Сонымен қатар оның бүкіл келіссөзі кезінде Зеленскийдің оған қарсы бір ісі бар. Мына жұрт ойбай Трамп Зеленскийді сынапты деген кезде Зеленскийдің бір сөзін қарамадыңыздар. Сіздер мына Зеленскийдің мен құсап твиттерін бақылап отырыңыздар. Сіздер мына Зеленскийдің мен құсап телеграм каналына кіріп алыңыздар. Зеленскийдің өзінің жеке телеграм каналы бар. Жеке видеосын сала салады тікелей. Бұнда Зеленский үнемі Американың тиісті көмекті бермегендігінен деген сөздерді айтады. Бұл бір. Екіншіден, Американың толық деңгейде күш шығармағандығынан орыс құтырына түсті дейді. Ресейдің осынша құтырына түсуі Американың үнсіз қалуынан дегенді Зеленский үнемі айтады. Бұл әрине Трамп ұнамайды. Трамп ұнамайды. Саған ұнай ма? Маған ұнамайды. Мысалы, менен біреу көмек алып жатыр. Сен дұрыс көмек бермей жатсың. Егер сен дұрыс көмек бергеніңде мен баяғыда кедейліктен құтылатын едім деді. Мен көмектесіп жатырмын. Ұнай ма сол маған? Сен де біреуге көмектесіп жатсың, бір кедей туысыңа деген соғыстап айтпайық. Сен дұрыс көмек бермей жатсың. Сен дұрыс көмек бергенде мен баяғыда мына қиындықтан құтылатын едім деді. Сен оған бәлем бай жыл аузыңнан жырып отырып көмектесіп жатсың. Енді ол сенің бүкіл көмегіңді әлгі теріс дейді. Заң келеді ғой. Заң келеді. Адам болғаннан кейін сен үнемі одан бір appreciate, сен бір разы болғандықты, борыштарлықты тыңдағың келеді. Жоқ. Мысалы, мен 10 жылдан асып кетті деген бір жігіт бар. Менен біраз ақша алды. Өткенде қоңырау шалып хабарластым. Енді ақшаны қайтаратын уақытыңыз болды. 10 жыл десем, 10 жыл қойды ғой, енді секе үй салып едім, мына дейді. Көлік алып алған. Тақуа адам, қажы адам, дін оқыған адам қайтарғысы келмейді. Ал менің ол ақшаны алғым келіп тұратындығы, мен осы дін адамдарының қаншалықты деңгейде өздері уағыз айтып жүргендей тақуа екендігін білгім келеді. Және менде де синдром бар. Ананы алып, мен андағы ақшаны алып, мен оны тіпті өзім қалаған нәрсеге шашып тастауым, тіпті үлестіріп тастауым мүмкін, бірақ алмасам мазам кетеді. Алуым керек. Тура содан алуым керек. Мен тіпті алдағы уақытта 10 жылда оның жүйкесіне тиіп, қашан қайтарасың? Сен қарыз деп алдың. Садақа демедіңіз бе? Қашан мен садақа дедім? Сен менен қарыз деп алдың ба? Қарыз деп алдың. Енді қайтар. Сен қарыз деп алдың, қайтар. Ол мендегі синдром. Контрактке екеуміз отырдық па? Отырдық. Айтыстық па? Айтыстық. Мен енді одан алмайынша мазам кетеді. Азғантайда ақша емес, біраз ақша. Міне гап. Егер оның позициясы дұрыс болғанда, бопты, жағдайың келгенде қайтарды мүмкін еді. Егер оның позициясы дұрыс болғанда, мен тіпті кешірдім болды, садақаға есептеуім мүмкін еді. Бірақ мендегі синдром, мендегі құбылыс, сен аузыңмен қарыз деп алдың, енді сен оны қайтармайынша менің мазам кетеді. Алмайынша менің мазам кетеді. Әр адамның бір психологиясы бар еді, мендегі сондай. Зеленский көмекті Америкадан алып жатыр. Әлі алып жатыр. Бірақ алдыңғы жолы да әңгіме неден шықты? Сен бір ауыз алғысың жоқ қой деген сөзден шықты. Содан кейін бастап Зеленский алғыс айта бастады. Бірақ осы жолда оның Путин отырған тікұшақты атқылауы, ол Путинге атылған оқтан гөрі Трамптың бүкіл жоспарын тасталқан қылуы болды. Яғни Путин отырған тікұшақты Зеленский дронмен атқылау арқылы Путин өзі ажалдан қорқады. Барлық диктаторлар ажалдан қорқады. Барлық диктаторлар өлгісі келмейді, кәртейгісі келмейді. Барлық диктаторлар Құдайдың табиғатына қарсы. Көрдіңіздер ме? Міне.
барлығы беттерін уколды салдырып, мына беттеріндегі тартыстырып, мына тартқызып, мына салбырап кеткен нелерін бүйтіп көтеріп, бірде қарасаң бүйтіп сығырайып бүйтіп қалады, бірде бүйтіп қалады. Бұл не де мына жердегі мына теріні кеседі екен, мына көзді теріні кеседі дегенде, бір-ақ күнде бүйтіп көздерін сығырайта қалады екен мына. Соң бір күні сығырайып шыға келеді, бір күні көзі бүйтіп қалады. Қабақтары бүйтіп салбырап кеткенде мына жерді кесіп, қабақты көтере қояды екен мына. Ойлашы. Не мәне жапын, қазақтарда да бір бота көз пайда болды ғой. Қабағы салбырап кәртейіпті екен, енді бейшара сәлбіраған қабағын кесіп итке лақтырып жіберді. Міне, барлық диктаторлар сол. Назарбаев та сол. Ана салбырап кеткен бетінің терісін кесіп алып итке лақтырады да, сосын бетін тыртыстырып шыға келеді. Қазіргі мына қатындар да сол жаңа. Сөйтіп беттері бір күні салбар болып ит сүйреген тулақтай болып жүрген қатын ертесі тыртысып көзі жыртиып шыға келеді. Одан біраздан кейін қайта салбырай бастайды. Барады да тағы бір кесек терісін жыртып алып кәрейге апарып итке тастайды да сосын қайтып келеді көзі жыртиып. Міне. Көрдіңіздер ме? Енді қара, Путин де сол, кәртегісі келмейді. Байқадыңыздар ма? Путиннің бәленбай нұсқасы бар. Бірде көзі сықиып қалады, бірде бет ісініп тұрады, бірде бүйтіп қалады. Неге? Укол салдырып отыр жаңағы. Неше түрлі операция жасатып отыр. Осының барлығы әңгіме. Енді қараңыздар. Путин өлімнен қорқады, табиғатқа қарсы. Себебі, қандай адам өлімге дайын? Тақуа адам өлімге дайын. Кез келген уақытта өлсем таза кетейін дейді. Біздің аталарымыз өлімге дайын. Кез келген уақытта тақырат алады. Бетін жуғанның өзі тұтас тақырат алу. Неге? Алланың ажалы кез келген уақытта жетеді. Кез келген уақытта шашын тырнағын алып мұртын бастырып, аяқ қолын жуып тазалап жүрді. Мен тіпті қандай тақуа адамдарды көрдім. Беліне кебінін орап алып сапарға шыққан адамды көргім. Неге? Өлсем кісіге кебіндік қарыз болып қоймайын. Өлсем осы кебініммен жерлесін дейді. Сапарға шыққан кездің өзінде кебінін ала жүреді. Ол заманда енді қатынас қолайсыздау, сол заманда біраз ескі заманның адамдары. Ал барлық құдайсыздар ажалдан қорқады. Ал шынайы тақуалар ажалды бір жерден бір жерге сапарлау деп қана біледі. Мұна өмірдің жалғасы деп болады. Мен бір секірдім, енді бір басқа форматтағы жаратушының өмірін жалғастырамын дейді. Міне, Путин қорқады. Путиннің тікұшағына шабуыл жасау Путинді қатты шошытқан ғой бейшара. Бейшара шок болған енді. Құтырынып кеткен, Трамптың оны құтырып кетті, есінен адасты десе дегенде аяқтыр. Содан алды да Украинаға шабуылды күшейтіп берді. Ал бұндай Путинге тіке оны ажал құштырмақ болып Зеленскийдің шабуыл жасауы Трамптың бүкіл бейбітшілік туралы келіссөздеріне пішту деді. Трамп өзінің бүкіл жоспарын бұзған Зеленскийді жақсы көрем. Ай, жақсы болды. Мен мына жақтан сендерді келістірейін деп тыраштанып жатыр едім. Сен Путинді атып жақсы болды, не деген батырсың айналайын деп енді оған өрден бере ма? Жоқ. Ол ызаланады. Оның бүкіл мақсат өз жоспары бар еді. Ол үнемі Твиттерде өзін сынайтын, Америка дұрыс көмек бермей жатыр, Америка айтпай жатыр, Америка битпей жатыр дейтін адамды ол ұнатпайды. Ол адам. Ол бенде. Сөйтіп ол Зеленскийді сынады. Әңгіме осында жатыр. Енді қызық болғанда РИА Новостидің өзі Путин отырған тікұшақ дрондық шабуылға ұшырады, бірақ Путин аман. Біз сәтті түрде қорғап қалдық Путинді деп жазады. Ол деген сөз Путиннің бүкіл жоспарын айтып отыратын адам бар. Енді Путин Кремльдегі бункеріне тығылып алады да, анаған қарайды, мынаған қарайды, енді біраз сол өзінің айналасындағы әскери саланы тазалау басталуы мүмкін. Неге? Путиннің бүкіл жүріс-тұрысы құпия, аны кім айтып қойды Зеленскийге деген әңгіме шығады. Сонымен Трамп Зеленскийді де Путинді де бір сыбап алды. Ары қарай не болатындығы енді алдағы уақытта қызық болғалы тұр. Сөздің шыны керек, Трамп Ресейді Ресей қалып ұстап қалғысы келеді. Себебі Ресей болмаса Еуропа Американың дәргейіне бас ұрмайды. Еуропаны үнемі қорқытып отыратын Ресей керек. Ресейден қорыққан Еуропа Американың қолтығына тығыла түседі.
саясат қайда жатыр? Солтүстік Кореяның семізін бұлар қаласа бір дронмен, бір қанатты ракетаменен жоқ қыла салады. Тіпті көп ақша жұмсамай. Қаласа соны спутникте бақылап отырып, аттап басқан кезінде жоқ қыла салады. Солтүстік Кореяның кеңістігі де қорғалмаған. Бірақ неге Солтүстік Кореяды үнемі арпылдатып үргізтіп қояды? Неге Саддамның көзін құртқанда, Каддафидің көзін құртқанда Солтүстік Кореяның көзін құрта алмайды? Себебі ол оңтүстік Корея мен Жапонияны үркітіп тұруға керек. Оңтүстік Корея мен Жапония Солтүстік Кореядан қорыққаннан Американың дәргейіне бас ұрады. Әзіргі Американың басты мақсаты Ресейден әлде қайда қуатты, экономикасы да қуатты, бүкіл дүниежүзінің финансына, өндірісіне, нарығына қатты ықпал етіп отырған. Қолында бүкіл Американың мемлекеттік қарыздары бар. Американың мемлекеттік қарызының бәленбайын алып отырған Қытай дейтін алпауыт елдің, технология алпауытының, қаржы алпауытының, тауар өндіруші алпауыт елдің мысын басу. Американың мақсаты осы. Сондықтан Қытай менен екі жақты сауда соғысын бастады. 145 кедендік салық, 245 кедендік салық, анау мынау деген әңгіме шықты. Ең соңында Қытайда ұстасты, бірақ Қытайдың артынан еретін ешкім болмады. Вьетнамға, оңтүстік Кореяға сеніп еді, оның бәрі лақтырды. Малайға сеніп еді, ол да лақтырды. Оңтүстік Африкаға сеніп еді, ол да лақтырды. Ию болды. Қытай мен Америка ең соңында Қытай Америкадан 0% кедендік салық, Америка Қытайға 50% кедендік салық алатын болды. Қытайдікі 0-дің үстінде негізгі салық 10-ды қосты. Америка 50. Оның 20% атажұрт салығы Қытайға салынған 45-ші президенттік кезінде салынған Қытайдың адамдық құқықтарын өрескел бұзуына байланысты 20% салық, 20% Қытайдың есірткі, фентанил есірткісін өндіруіне байланысты осы жолы салынған 20% салық, 10% Американың бүкіл дүниежүзі елдеріне салған ортақ салығы. Енді Қытаймен ұстасып отыр. Неге? Қытай жасанды ақылы бар. Қытай айға қонды. Қытай Марсты зерттегелі отыр. Қытай интеллектуалдық жағынан дамып кетті. Қытай бүкіл дүниенің тауарын өндіріп отыр. Америка компьютерді ойлап тапты, бірақ Қытай компьютерді өндіреді. Міне. Осының барлығы айналып келгенде Трамптың жоспары. Ал бұл жоспарды бұзушының біреу Зеленский. Неге? Ол әгі көп жылаған балаға емшек бар деген сияқты Зеленский қаттырақ жылап жібереді. Америка назар аудармай сен жата берші дегеніне қоймайды. Бай балам салады, аңырайтын бір аңырақай бала сияқты Зеленский үнемі Американың назарын аударады. Зеленский үнемі Американың көмегін жаңағы өзіне аударғысы келеді. Сондықтан бұл Трамптың жоспарына қайшы. Сөйтті де бұл екеуінде сыбап алды. Бірақ енді ары қарай не болатыны келесі лекциямызда айтылар. Қазір Трамп, Зеленский, Путин үшеуінің арасы басылды. Путиннің қолында екі көзірі бар. Бірінші көзірі Ши Цзиньпин, екінші көзірі Трамп. Путиннің бас идеологы бар. Дугин деген. Жаңылмасам аты Дугин ба? Дугин ғой деймін. Білетіндер жазыңыздар. Анау Украинаның арнайы қызметі Дугинді өлтіремін деп оның қызын өлтіріп алды ғой. Дугин аныма өлтіріп алды ғой деймін. Сол Дугин қайсы күні мақала жариялапты Ресейдің ресми медиасында. Онда Қытай Тайваньды ерте алу керек депті. Тайваньды ерте алмаса, соңы Украина сияқты болады. Украина қазір қандай қасіретке айланған болса, ертең Тайваньда сондай қасіретке айналады дейді. Путиннің бас идеологының бұндай мақаланы жариялауы ол Путиннің бас изеуімен ғана. Және бұндай бас идеологтар әдетте өте сирек тіл қатады. Ал бұл Дугиннің мұндай мақаланы жариялауының ар жағында не тұр? Бұл Путин Ши Цзиньпинді бопсалап отыр. Себебі Ши Цзиньпин мен Путин ауыз жүзінде дейді. Біреулер айтады, ресми құжатта дейді. Сен Украинаға шапқанда мен Тайваньға шабам деп келіскен дейді. Дугиннің Тайваньды ерте алу керек дегені, яғни Қытайдың Тайваньды алу жоспары бар деген әңгімені батысқа бір ескертіп алу. Батысқа. Сендер тым қыса беретін болсаңдар, Қытай Тайваньға шабады деген ескерту. Немесе Қытайдың коммунистеріне
Ши Цзиньпин негізі Тайванға шаппақ болған, бірақ сендердің опасыздықтарың кесірінен сендер Тайванға шаппай, соғысты біз жалғыз Украинамен жүргізіп жатырмыз деген әңгіме. Ал Қытайшы, ол Тайванға қазір шапқанға шамасы жоқ. Итекеш итте сүйекті жұтарда бір жеріне 3 мәрте қарайды дейді. Тура сол сияқты, ол Путин сияқты есер соқтанып, шамасы жетпейтін Тайванға соғыс ашып, ары қарай бүкіл жүйені құртып алғысы келмейді. Неге? Қазіргі Қытай элитасында Дэн Сяопиннің кезінде байыған олигархтар тұр, Жаң Зиминнің кезінде байыған олигархтар тұр, Ху Жинтаудың кезінде іріп-шіріп әлемдік деңгейге жеткен олигархтар тұр. Ши Цзиньпиннің кезінде Ши Цзиньпиннің екшеген адамдарда ұлттық компанияларды басқарып, олардың ұлы қыздарда біраз жердің байлығын сорып, шетел асырып, кәдімгідей үлдемен бүлдеге оранып, ішсі алдында ішпесе артында қасқамен жайсаң мініп қарық болып отыр. Ал бұл элита тұтас батыс қоғаммен ұстас, тұтас Америкамен ұстас. Американың ең сенімді одақтасы Тайванға соғыс ашудың арты не болатынын біледі. Олардың жақсы күндері келмеске кетеді. Міне, сондықтан олар Тайванға соғыс ашқаннан мына буржуаздар қорқады. Соғыстан кім қорқпайды? Соғыстан тақыр жалаңаш кедей қорқпайды. Ресей қорқпайды. Неге? Оның Еуропа Америкамен қатынасы шамалы. Оған водка болса, жезөкше қызы болса болды орысқа. Тарихтан бері орыстар солай. Еуропадағы бай, экономикасы мықты, орта буржуазиясы қалыптасқан, экономиканың әр саласында меңгеріп отырған сол саланың мықты алпауыттары қалыптасқан мемлекеттер соғыс ашатын кезде мемлекеттің басшысының бір бұйрығымен болмайды. Әлгі алпауыттардың экономикасын ойлайды, сыртқы саудасын ойлайды, теңіздің бетін кезіп жүрген кемелерін ойлайды, ашып жатқан кендерін дүрілдеп тұрған зауыттарын ойлайды. Ал Ресейде бітті, патша давай деді, бітті болды, давай кете береді. Миллион орыс өле қалады. Извините, ақпайды, 1 миллион орыс өле қалады. Онда бұлай болсын, ақпайды. Ол жаққа кетеді, 2 миллион орыс қалады. Окей, ладно, онда мына жаққа да ақпайды. Ресей сияқты құрған экономикасы жоқ, тек тарихтан бері тауар өндіріп көрмеген, тек шикізат экспорттап отырған, және жаулап алған жерінің тек шикізатын тонаумен айналысып қана күн көріп келе жатқан жабайы шикізаттық экспорттаушы ел соғыс ашады. Ал Германия, Франция, Англия, Испания сияқты дамыған елдер олардың нарықтық жүйеге байланған және патшаның бір ауыз соғыс ашайық дегенне ана жерде сол тіпті екінші дүниежүзілік соғыстан бұрынғы тіпті патшалар бар кездегі сол елдердің элитасы жол бермейді. Неге? Сол заманның өзінде олар патшаның билігін меңгеріп отыратын тізгін шылбыр қалыптасқан. Неге? Экономика. Ол экономика не? Әрбір экономиканың әр тетігін ұстап отырған магнаттар, байлар, жаңағы сауда ұйымдары, ол осы соғыстан сұрапыл зиян шеккен кезде соғысты тоқтатуға патшаның өзі мәжбүрлеп отыр. Ал Ресейде ол жоқ. Ресейде ондай қалыптаспады. Ресей жабайы шикізаттық тонау және жабайы шикізаттық экспорттық ел ғана. Сол қанша жабайы болғандық үшін ол сонша соғыс құмар болады. Тарихтан бері Ресейдің соғыста масқара болып жеңілген тұстары өте көп. Мына тек хайуанның деңгейіндегі топас қазақтар ғана Ресейді жеңу мүмкін емес дейді. Оның біріншісі Тоқай, Ресейді жеңу мүмкін емес дейді. Міне бұл тақуа пірадардың Құдайға деген нанымындай, Ресейге деген мұндай наным, ол олардың хайуандық деңгейде екендігін, тарих ғылымына мүлде сауатсыз екендігін біледі. Тарихты ары қарай ақтарсаң, тарихтағы Ресейдің қан жосы болып жеңілген тұстарын олар неге ұмытып қалады? 1905 жылдың өзінде құрттай Жапониядан тасталқан болып жеңілген Ресей, Норвегиямен соғыста Сталиннің кезінде тасталқан болып жеңілген Ресей, 1914 жылы басталып 18 жылы аяқтаған бірінші дүниежүзілік соғыста тасталқан болып жеңілген Ресей, ал бүкіл Германиямен болған соғыста
Германия Москваның түбіне 30 километрге дейін басып алғанда бір Германияның әскерін, келе жатқан әскерін тосуға шамасы жоқ. Кәдімгі жай трассада айдаған сияқты танктерін айдаған беті Мәскеудің іргесіне дейін келген Германия. Содан кейін бар Американың көмегімен, Американың 15 мың бомбалау ұшағымен, 13 мың танкімен, бірдеңке миллион жаңағы соғыс техникаларымен, артиллериялық қаруларменен, жаңағы тұрмыстық техникалармен, енді бүкіл соғыстық джип көліктерімен бәленбай миллион тонна етік, түгенбай миллион тонна шұлық, түгенбай миллион тонна көрпе орындық, түгенбай миллион тонна азық түлік. Енді соны есептей беріңдер. Сол замандағы Американың берген көмегі қазіргі Американың Украинаға берген көмегіне пара-пар. Сол замандағы валюта бойынша есептесем. Міне, сондай көмекпен ғана ары қарай соғысады. Оның өзінде Америка Нормандиядан құрлыққа шыққанда, Еуропада Германияның екінші арғы жағынан соғысқа шыққан кезде барып орыстар жеңілді. Сондықтан орыстарды жеңу мүмкін емес дейтін қазақтарды бар ғой. Осы сөзді айтқан кезінде мүмкін болса бір тісін қағып алу керек те. Сондай соншалықты деңгейде топас қазақ енді орыстарды жеңу мүмкін емес дегенде, бұл сөзді айтқан қазақ орыстардың қаншалық тарихтан қаншасы болып жеңілгендігін білмесе, онда ол шын мәнінде деңгейі шошқадан төмен деген сөз. Деңгейі шошқадан төмендер ғана өстіп айтады. Енді қызық, орыстардың осындай характері, Путиннің міне құтырынып соғыс ашуы, Зеленскийдің бұл соғысты жаңағы өз қалауынша тоқтатуға тырысуы, Трамптың дәл қазіргі күйінде тоқтаңдар, ешқандай контрактқа отырмаңдар деу, Путиннің жоқ, мен жаулап алған жерді мойындап, ресми қағаздап, қаттап, шоттап, қағазға қол қоясың деу. Ал Трамптың жоқ, оны болашақ ұрпақ шешсін, бірақ қазір соғысты тоқтатасың. Яғни Зеленский басып алынған жерді Ресейдікі деп мойындамайды, бірақ соғыс тоқтайсың. Путиннің қолына бұл жер сенікі бол, сен күштісің деген қағаз берілмейді, бірақ сен сол жердің иесі болып тұра тұр. Яғни мәселе шешілмеген күйде, ілулі күйде қалады. Ал Путин жоқ, олай қалдырғысы келмейді. Путин соғысты осы мен қаттастырып, заңдастырып, шоттастырып, шекесіне таңбасын басып, мына мен басып алған жерді менікі деп бересің деп отыр. Трамптың мақсаты кезінде Тайвань мен Қытай солай қалып қалды. Тіпті Біріккен Ұлттар ұйымында соғыста жеңуші ел ретінде Тайвань тұрды, Қытайдың өкілі. Неге? Ол кездегі Тайваньның мемлекет аты қалай? Republic of China, яғни Қытай Республикасы. Кейін Тайваньды орыстың қаруын арқа сүйеген Қытай коммунистер қуып Тайваньға тықты да, Қытай Республикасы. Құрлықта не деді? Қытай Халық Республикасы деген коммунистік елдер құрды. Кейін барып 72 жылға дейін Тайвань Біріккен Ұлттар ұйымында Қытайдың өкілі болып Тайвань тұрды. Неге? Қытай Республикасы болып тұрды. 72 жылы Тайваньды қуып тастағаннан кейін барып Қытай Халық Республикасы кірді. Яғни Қытай Республикасы мен Қытай Халық Республикасы бірін-бірі мойындамаған қалде қалып қойды. Трамптың мақсаты да мәселені дәл қазір ешкім шеше алмайды. Зеленский, сен де мына Путинді құртып, басы бүтін кеткен жеріңді ала алмайсың. Путин, сен де мына жерді таңбалап, қаттап, шоттап маған қол қағазын жазып, құжатын жасап маған бер дегеніңді украиндер мойындамайды. Оны ұрпаққа қалдыр. Осы күй. Бірақ соғыс тоқтасын, адам өлмесін деген Трамптың ұсынысын қазір екі тарапта қабылдамай отыр. Қабылдамаған үшін Трамп ызаланып, екеуінде сыбап отырған себебі сол. Енді Қытай не болып жатыр? Мен кеше YouTube'тың пост бөлімінде екі Қытайдың суретін салдым. Бұл болашақ Қытайдағы 3 ізбасар. Алдыңғы жолы бір Қытайды салдым. Әскери генерал Жаң Юша. Бұл Қытайды қазір әскери тұрғыдан билеп тұрған адам, Жаң Юша. Енді қазір Қытайда комсомолдор кланы дейтін кланның ішінен екі адам тұр. Біреуі Ху Чунхуа, екіншісі Ван Ян.
Екеуі де комсомолдар кланы, екеуі де реформатор Дэн Сяопин сияқты реформа есік ашудан ататын Қытай. Енді қазір ресми және бейресми дерек көздеріне қарағанда Қытайдың жабық жағдайында Ши Цзиньпин ресми биліктен кеткен дейді. Ешкім білмейді. Мен де білмеймін, сен де білмейсің, Трамп та білмейді, Путин де білмейді. Сондықтан бұл арада Дугиннің Тайванды ертерек алу керек, болмаса Украин сияқты үлкен бас ауруға айналады дейтіннің ар жағындағы жатқан әңгіме осында тұр. Ол Ши Цзиньпин билікте ме жоқ па, ол да біле алмай тұр. Ол да біле алмай тұр. Енді бір несінде осы тамызда немесе қазанда Путин тағы бір мәрте Қытайға барады. Енді жұрт айтады, Ши Цзиньпин егер оның қолында билік болмаса алдыңғы жолы 9 майда Мәскеуге барды ғой дейді. Бара береді. Біреулер айтады, кеше ғана Ши Цзиньпин анау Хэнан провинциясында көзден кешіріп жүр ғой, қалың коммунистер бәрі бір тұтас қара шалбар ақ жейде киіп алған. Ши Цзиньпин ана шалбарды мына кеудесіне, белбеуі мына кеудеден байлады. Коммунистердің әдеті мына. Баяғыда Маудың кезінде мына белбеуді кеудесінен байлайды. Шалбарды ұзын қылып мына кеуде, мына белбеулер мында тұрады. Былай қарасаң, кеуделер жартыке шош жерден белбеу тұрады да. Ана коммунистер де сөйтіп байлап алған. Бәрі бір тұтас ақ жейде қара шалбар жүр ғой дейді. Енді осыған берілетін мынау батыстағы бір сарапшылардың анализі былай. Жоқ. Ши Цзиньпин бұл өлкені көзден кешіріп отыр. Тарихтан бері Ши Цзиньпин қасына тек сол жергілікті өлке басшыларын ғана ертіп, еш жерді көзден кешірген емес. Ол қай жерге барсын, анау политбюродағы 4-еу мен 5-еуді бірақ ілестіріп алады. Ең кемі 3-еуін ілестіріп алады. Премьер-министр қасында жүреді. Политбюроның ең жоғарғы саяси бюродағы жетіліктің кем дегенде 4-5-еуі қасында жүреді. Ал бұл жолы Ши Цзиньпиннің қасында ешкім жоқ. Ешкім жоқ. Демек, Ши Цзиньпин қуыршаққа айналып қалған. Бұл Ши Цзиньпиннің стилі емес. Бұл бірінші. Екінші нәрсе. 1978 жылы Қытайды билеп отырған Хуа Гофун деген адам қуыршақ күйінде 3 жыл өмір сүрді. Мао Цзедун 76 жылы өлетін кезде Хуа Гофунға билікті табыстап кетеді. Бірақ Дэн Сяопин бастаған, Чун Юн бастаған, кезінде Маудан таяқ жеген коммунистер, Маудың ізбасары Хуа Гофун деген кісінің қолынан билікті баяғыда тартып алып қойған. Бірақ Маудың өлер мен фанат қолдаушылары қандай да Қытайда бір төңкеріс жасамасын деп, орта төменгі жүк өлке орталықтарында маушылдар ұйымдасып бас қосып кетпесін деп, олар Мау тағайындап кеткен, атын атап түсін түстеп кеткен Хуа Гофун деген адамды 3 жыл бойы қуыршақ қып меңгеріп отырды. Сол кезде Хуа Гофун Вьетнамға барады. Міне. Тағы қай бір елге барады? Солтүстік Кореяға барады. Тағы елге барады, есімде жоқ. Африкама бір елге барады. 3 жыл бойы. Бірақ теңіз әскерінен бір маневрді мен көзден кешірейін, жаңағы әскерилерді көзден кешірейін деген кезінде оған рұқсат бермейді. Неге? Рұқсат деген береді Дэн Сяопин. Сонда мемлекеттің басшысы Хуа Гофун Дэн Сяопиннің алдында қуыршаққа айналып қалды. Ал Маудың генералдарын, Хуа Гофунның генералдарын жаңағы түрмеге тығу, өлтіру, ауыстыру қызметінен шеттету үшін Дэн Сяопин қараптан қарап отырып бейгіна Вьетнамға соғыс аша салды. Сол заманда Америка Қытайды билеп отырған билік басында Хуа Гофун емес, анау тыртиған 1 метр 50 сантиметр аласа шал екендігін, әскери істер комитетін ұстап отырған сошал екендігін білді. Неге? Қытайда тарихтан бері осындай ақсақалдық жүйе бар. Жек адамның бет бедел дейтін бар. Себебі Хуа Гофунда Дэн Сяопин сияқты бет жоқ. Ол мемлекеттің төрағасы болған. Мен әскер болсын, халық болсын, халық құрылтайындағы 3000 адам болсын, ол кезінде қан кешіп соғысқан Дэн Сяопинді Маудың өзі 3 рет құлатып, 3 рет қайтадан
осы жалғыз есі дұрыс коммунист сенсің ғой, мына шатқаяқтаған экономиканы дұрыста деп түрмеден алып шығатын Дэн Сяопинді біледі. Сондықтан Хуагопыңды 3 жыл қуыршақ қып радиода сөйлетіп, газетке мақаласын жаздырып қойып, артында тымпиып отырып, маудан қалған немесе сол Хуагопыңның өзі тағайындаған басшыларды аудандық деңгейге дейін қырқып, соттайтын соттап, ататын атып, өлтіретін өлтіріп, 3 жылдың ішінде бүкіл Қытайдың жоғарғы Пекиннен тартып әскери сала, саяси сала, партия құрылымына дейін Дэн Сяопиннің өз адамдарын қойып болғанда барып артынан жариялады. Міне бұл Қытай. Міне бұл Қытай. Бұл ұзақ жылдық, 2000 жылдық феодалдық билікте қалыптасып қалған Қытай. Қазіргі Қытай социализм, коммунизмнің атын жамылған феодалдық мемлекет. Әлі де ақсақалдар басқаратын феодалдық мемлекет. Оған жазып қойған заң, ереже, мысалы Джордж Вашингтон жазып кеткен конституция Америкада әлі тастай болып атқарылып отыр. Жоқ, оларда жоқ. Ол жерде бет-бедел. Мына заңда бұлай жазылған ғой, мына жарғыда бұлай жазылған, біз соны орындайық дейтін Қытай болмайды. Ол әне жерде кім беті күшті, кім беделі күшті, Дэн Сяопин мықты ма? Болды, Дэн Сяопинді тыңдайды. Міне, Қытайдың санасындағы құлдық сана. Стокгольм синдромы. Кім күшті, қуатты соған бағынады. Күштілерді көргенде бас изеймін шыбындап деген сияқты Абайдың өлеңінде айтқандай әңгіме. Міне, осы әңгіме осыдан шығады. Енді қараңыздар, қазіргі Ши Цзиньпиннің ана жерге барды, мына жерді көзден кешіріп деп Шинхуа агенттігінде телеарнада көрсетіп отырғанның барлығы сол кезінде Хуагопыңның ана елге сапарға шығып, мына елге сапарға шығып, елге сапарлай келген шетел басшыларымен қол алысып отыра қалғаны сияқты әңгіме дейді. Бірақ ол кезде Хуагопыңда ешқандай бетте, беделде, күште жоқ дейді. Қазіргі Қытайда сол дейді. Енді Жаң Юши әскери адам. Ху Чунхуа, Ху Жинтаудың кезіндегі Ху Жинтау ізбасарым деп көрсетіп дайындап кеткен адам. Ал Уаң Яң, ол кезінде сол Дэн Сяопиннің кезінде Дэн Сяопиннің көзіне түсіп батасын алған адам. Енді осы мейлі Ху Чунхуасы болсын, Уаң Яңы болсын, екеуде Ху Жинтаудың адамдары, екеуде комсомолдық кландар деп қаралады. Бұл екеуде реформаторлар, яғни Еуропа Америкамен жұмыс жасау керек, Ресейден алыстау керек. Еуропа Американың нарығына қолымызды салдық, чөрім-бұрым тауарымызбен Еуропа Америкадан миллиардтап ақша тауып отырмыз, бітті. Тек демімізді ішімізге жұтып, марксизм мен маузудоңизмді азырақ айтып, қаржы ақшамен ғана шытырлатып, доллар мен евроны ғана санайық, маузудон, маркс, сәркіс дегенді қалтаға сала тұрайық дейтіндер. Бұл Дэн Сяопиннің ұстанымындағылар. Себебі Маркстың боққа жарамайтын капиталынан, Дюринге қарсы хатынан, анау-мынауынан, Маузудонның боққа жарамайтын том-том кітаптарынан Еуропа мен Американың доллар евросының иісі әлдеқайда жақсы. Әңгіме осында тұр. Олар осы ұстанымды ұстайды. Енді қазір Жаң Юши бола ма, Ху Чунхуа бола ма, Уаң Яң бола ма, қазір сол Қытайдың ішкі жағында элиталардың ырғасуы басталып отыр дейді. Олар бірден Ши Цзиньпинді жарияламайғандағы себеп, Ши Цзиньпиншіл немесе маушылдық, радикалдықпен ауыратын коммунистер ұйымдасып көтеріліп кетпесін деп отыр. Яғни жоғарғы билікте отырған бір-бірімен әлі де тіл табыса алмай отырғандардың өзі де билікті Ши тарап алып кетпеу үшін олар бұны жариялай алмай отыр дейді. Алдағы уақытта тамызда немесе тамыздан кейін болатын жиналыста Шиді не қуыршақ күйінде қалтырады мемлекет төрағасы анау-мынау. Тіпті оның партияның билігі де қолында болуы мүмкін дейді. Бірақ бәрібір Ши қуыршақ болады дейді. Немесе Шиді құрметтеп пенсияға шығарады да үш билікті бөлісі болады дейді. Яғни партияның билігі, үкіметтің билігі, әскери билігі үш билікті бөліп алады дейді. Немесе Шиге бір қуыршақ мемлекет төрағасы деген атты береді де, партияның бас хатшысына біреуді, әскери істерге біреуді қояды дейді. Яғни билік бөлшектенеді дейді. Қалай болмасын, Қытайда қазір өте түсініксіз жағдай. Мысалы, өткенде ғана әскери докторханада өзін өзі өлтірді дейтін генерал Ши Цзиньпиннің былтыр тағайындаған генерал.
Әскери істер комитетінің орынбасар төрағасы қазір өлі-тірісі белгісіз жоқ. Әдетте ешқандай сау есі дұрыс мемлекетте бір мемлекеттің екінші деңгейдегі әскери саладағы лауазымды тұлғасы ізім қайым жоғалмайды. Америкадағы әскери саладағы нөмірі екінші адам ізім қайым жоғалмайды. Еуропаның кез келген есі дұрыс еліндегі, заң салтанат құрған еліндегі мемлекеттің лауазымды тұлғасы өлі тірісі белгісіз ізім қайым жоғалмайды. Қытайда жоғала береді. Оған ешкім жауап бермейді. Қытайда қазір әскери істер комитетінің орынбасар төрағасы жоқ. Журналистерден қанша мәрте сұрады, жауап бермейді, аттап өтіп кетеді. Бар ма, тірі ма? Не ол өзі шығып бармын, тірімін демейді. Тек бұл жерде бір әңгіме тұр. Қытай билігі оны ашық түрде жариялай алмайтын себептер бар. Қытайда үнемі барлығы жабық жағдайда болады. Бәрі жабық. Ең соңында болар болып, ешкім төмен жақтан ешкім тырп ете алмайтын болып, өз адамдарын қойып, ауданның партия комитетінің бас хатшысына дейін өз адам, аудандық қару-жарақ мекемесінің басшысы өз адам, аудандық категориядағы әскери салаға жауапты адам өз адамы. Міне, ішкі істердегі адам өз адам, ұлттық қауіпсіздіктегі адам өз адам, қаржы өз адамы, бәрін қойып болғанда барып айтады. Оғынға дейін іштен ақырын қырқу басталады. Міне, сапқа тізілу бөлшек. Біздің адамсың ба? Жоқ, онда. Біздің адам емессің ба? Онда бөлек. Міне, бұл Қытай. Сондықтан Қытай қазір осындай жағдайда. Енді бірі Ши Цзиньпиннің қаламсабын ұстаған, Ши Цзиньпиннің мақаласының бәрін жазып беріп отырған бас идеолог Шинхуа агенттігіндегі. Қазір қашып Шыңжаңға барыпты дейді. Қазір бүкіл Қытайдың 30 өлкесінде Ши Цзиньпиннің жақтасы тек Шыңжаңдағы Шыңжаң партия комитетінің бас хатшысы Ма Шыңруй ғана қалды дейді. Бұл Ма Шыңруй деген Қытай өзі алыс жерде жалғыз өзі қалып қойды дейді. Егер Шинжаңның басшысы, яғни анау Чунчанго деген қанішер қазақтарды, ұйғырларды, қырғыздарды қынадай қырып кетті ғой Чунчанго. Сосын ол Пекинге ауысып кетті. Енді сол Чунчангоның орнын алып тастап Ма Шыңруйді әкелді. Бірақ бұл иттің баласы Чунчангоның саясатын 180 градус өзгерткен жоқ. Өзі соның жалғасын жасап отыр. Соттау, қамау әлі де жалғасып жатыр. Енді осы Ма Шыңруй сол Ши Цзиньпиннің қазіргі бүкіл Қытай элитасы ішіндегі жалғыз сенімді адамы дейді. Бүкіл Қытай элитасы ішінде. Яғни Ши Цзиньпин бүкіл Қытайдан айырылып болды, жалғыз Шыңжаң қолында тұр дейді. Енді осы Ма Шыңруй деген қанішер коммунист егер қызметінен кетірілсе, шеттетілсе, не аяқ асты бұлды зімғайым жоғалып кетсе, өлтірілсе, немесе аталмыш ауруда 301-ші әскери докторханаға түсіп қалса, онда Ши Цзиньпин шын мәнінде ең соңғы қолдаушысынан айырылған болады дейді. Қазір осы Ма Шыңруй деген Шыңжаңдағы қазақ ұйғырларды қынадай қырып отырған осы сүмелек орнында тұра ма, кетіріле ме дейтін әңгімеде тұр дейді. Себебі бұл да адал Ши Цзиньпиншіл дейді. Көрдіңіздер ма? Бұл жердегі әңгіме осында тұр. Енді Қытай қалай болса олай болсын, егер шынында Ши Цзиньпин кетіп, оның командасы Ма Шыңруйді кетсе, онда кем дегенде сол арада қазақтарға бір жақсылық болғалы тұр. Кем дегенде түрмедегілер босауы мүмкін. Жаңадан билікке келіп, Шидің солақай, теріс, маузудоңшыл, марксшыл, ұрдажық сталиндік саясатын аяқтатса, онда түрмедегілер бостандыққа шығуы мүмкін. Қазақтар баяғыда емес, емін-еркін кіріп шығуы мүмкін. Әзір деген тіпті екі жақта отырған ағайын екеуі бір-бірімен сөйлесе алмай жүш дейді. Қытай жақтағылар айтпа дейді. Қытайдан келген қазақтар Қазақстанға келіп алып бүйтеді, сөйлеме дейді. Ойбай пәле болады. Қазақстанда құдасының төрінде отырып, партия аман болсын, Ши Цзиньпин аман болсын деп бата беретін қазақтарды да естідік. Міне, айту мүмкін емес. Тойда өлімде тұрғандай отырады. Баяғыдай күлкі жоқ. Адамдардың бәрі ішіп кеткен, еркектер түрмеде, қатындар араққа ден қойған, жаңа
жап жас қыз, жап жас жігіттерің кеткен аттың басын жіберген, спид, айдыс ауру кеңінен тараған, жаңағы неше түрлі жыныстық аурулар, жаңағы сифилис, айдыс Қытайда өте көп. Сондықтан мұны жалпы Қытайға барғыш, Қытайды мақтағыштарға айтамын, Қытайға барсаңдар абайлаңдар, спид, айдыс жұқтырып алмаңдар. Сосын Қазақстандағы келіншектер Қытайға барып аладорба таситын жігіттер абайлаңдар, барып кеп сол жақтан спид жұқтырып, сифилис жұқтырып кеп бала шағаларыңды обалды қылмаңдар. Қысқасы осы. Міне. Енді Қытайда ең нүкте 1.8.1 деген ауру тарап жатыр дейді. NB 181 қысқаша айтқанда. Бұл NB 181 деген ауру сол ковидтің жаңа түрі дейді, жаңа мутацияланған түрі дейді, не сол жаңа жасалып шыққан түрі. Пекин, Шанхай сияқтары қалаларда докторханаларда орын жоқ. Өлік өртейтін, мәйіт өртейтін жерлерде кезек. Адамдар қынадай қырылып жатыр дейді. Тіпті Американың жұқпалы аурулардың алдын алу мекемесі CDC-дің өзі Қытайдағы ковид туралы дабыл қақты. Америка, айдалада жатқан Америка Қытайдағы NB 181 вирус туралы дабыл қағып жатыр. Ал қарапайым қазақ, сен тура түк көрмеген қазаққа Қытай деген сұмдық, ойбай Қытай деген дамып кетті деп, блогерлер, мынау сатымсақ журналистер мақтап, Қытай деген айтып кетті, Қытай деген битіп кетті. Қытай деген әлі жүнжеп жабағы түсіп жатыр. Қытайда әлі 100 миллион адам таудан тесіп қазып алған іннің ішінде өмір сүреді. Қытайда 100 миллион адам әлі іннің ішінде өмір сүреді. Осы Қазақстандағы Қытайды аспан асты елі деп әлде қандай мақтап жүрген топас түк көрмеген құлғытанның тұқымдарына, әне журналист атағын жамылып жүрген есек бастарға айтыңдаршы, қайсысы Қытайды мен сияқты біледі екен? Мен 1000 жылдың алдында Қытайдың сүйегін өртеп күлін алып келсем, мұны айтамын, бәлен Қытайдың сүйегі соның күлі деп айтып берем. Мен Қытайдың шегінің қырындысын білетін қазақпын. Сондықтан мына Қазақстанда сатымсақ журналистер бар, түк көрмеген құлғытандар бар. Ойбай, Қытай бүйтіп кетті, Қытай дамып кетті, Қытайда қабат үй бәлен қабат екен. Ойбай, Қытайдың пойызы бүйтіп кетіпті деп аттаға сүмелектер. Түк көрмеген жарлы жақпайдың тұқымына амал жоқ екен ғой. Түк көрмеген жарлы жақпайлар сөйтіп, түк көрмегендігін көрсетіп таңырқайды екен. Міне. Енді Қытайдағы қазіргі жағдай осы. Байқадыңыздар ма? Қазақстанда қытайшылдардың үні өшіп қалды, қаржы жоқ. Олар соңғы кезде Серікжанға қарсы үре алмай қалды. Байқадыңыздар ма? Қаржы жоқ. Қытайда түбі бір туталақай басталғалы тұр. Қалай болады? Партия құлап, сәбетше құлау бастала ма? Ол белгісіз. Жоқ. Жаңа Хуагопың сияқты 3 жыл қуыршақ болып, Ши Цзиньпин қуыршақ күйінде тұрып, сосын Қытайдың элитасы ішкі саяси билікті, байлықты, партия, үкімет, әскери сала, қаржы саласын өз қолына алып болғаннан кейін, бірін-бірі қырып жойып, тазалап, өз адамдарын қойып, немесе құқты бөлісіп болғаннан кейін барып жариялай ма? Ол да белгісіз. Жоқ, Шығыс Еуропадағыдай төңкерістік жағдайда өзгеріс бола ма? Ол да белгісіз. Жоқ, партияны сақтап қала ма? Орнына тағы бір сүмелек Қытай коммунист болып отыра қала ма? Ол да белгісіз. Егер Ши құлап, компартия құламаса, ол үлкен жеңіс емес. Шиде құлап, партияда құласа, ол орташа жеңіс. Шиде құлап, партияда құлап, тіпті Қытай мемлекет ыдырап кетсе, онда нағыз жеңіс сол болады. Енді қазір осының қайсы басқышында тоқтайды? Белгісіз. Румыния, Чехословакия, Югославия, Польша, осы елдердегі саяси өзгерістерді қараңыздаршы. Кейбір жердегі саяси өзгерістерге 2 апта, кейбір жердегілерге 1 ай, кейбір жердегілерге жарты жыл кетті. Шығыс Еуропадағы саяси өзгеріс жасы 50-ден асқан біраз елге түсінікті. Кейбір елдерде не бар, 2 аптаның ішінде компартия биліктен құлатылды. Халық көтеріліп алаңға шығып, саяси өзгерісті талап қылғанның ішінде 2 аптада өзгерді. Кейбір жерде жарты жылдың ішінде өзгерді. Кейбір жерлерде 1 айда өзгерді. Ойлаңыздаршы. Тіпті
ең алғашқы компартияға баламалас оппозициялық партия құрылып бір айдың ішінде өзгеріп кеткен елдер бар. Шығыс Еуропадағы саяси өзгерісті тереңінен зерттесеңіздер, ең тезі 2 аптада мемлекеттік құрылымды тасталқан қылып тастағандығын, коммунистік жүйені құлатып тастағандығын білуге болады. Қытайда осы бола ма, болмай ма? 80 жылдардың соңындағы Шығыс Еуропа мен Совет одағында болған саяси өзгерістер неге Қытайда 89 жылғы жастардың бір түнде 10 мыңының қырылуыменен сәтсіз аяқтады? Неге Шығыс Еуропа мен Совет одағы компартияға Goodbye, қош сау бол деді де, жатқаныңнан тұрма деді де, қош айтты да, Қытай компартияға қош айтпай қалды? Осыны ойлаңыздар. Қытай осы жолы да коммунистік жүйені сақтап қала ма, партиялық жүйені сақтап қала ма, белгісіз. Бірақ Совет одағы құлағаныменен ортасын, сол Совет одағының орнына отырып қалған Ресей бәрібір Совет сияқты қауіптел болды. Совет құлағанменен одан бөлініп шыққан фейк тәуелсіз Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан сияқты фейк тәуелсіз мемлекеттер бәрібір бұлар қайтадан орыстың дәргейіне бас ұрды. Қайтадан диктатуралық жүйеге ауысты. Неге? Совет құлады, Совет адамы құлаған жоқ. Совет өлді, бірақ Совет адамы тірі. Совет тәрбиелеген парақор, қарақшы, ұры адамдар. Совет тәрбиелеген тойымсыз коммунистер. Совет тәрбиелеген өндірісті өркендете алмайтын, жоспарлы шаруашылықтан басқа боқта білмейтін, нарықтық шаруашылықты білмейтін, өндіріс ашуды білмейтін, батыстық экономиканы білмейтін, батыстық құрылымдармен жұмыс жасауды білмейтін, тек келіп офисіне келіп, қол қойып отырғаннан басқа боқты да білмейтін коммунистер әлі билікте отыр. Орыс тәрбиесін көрген, орысша білім алған, орысша жұмыс істегендер ешқашан дамымайды. Естеріңізге осыны салайық. Дүниеге орыс әкелген тауарды көрдіңіздер ме? Орыс ашқан жаңалықты көрдіңіздер ме? Дүниеге Совет одағы елдерінің бірі өндірген бір тауарды көрдіңіздер ме? Совет одағы елдері жасаған бір жасанды ақылдың бір затын көрдіңіздер ме? Компьютер көрдіңіздер ме? Ноутбук көрдіңіздер ме? Чип көрдіңіздер ме? Видеокарта көрдіңіздер ме? Азу көрдіңіздер ме? Материнский плата көрдіңіздер ме? Совет одағы елдері өндірген бір машина көрдіңіздер ме? Совет одағы елдері өндірген бір телевизор көрдіңіздер ме? Ұялы телефон көрдіңіздер ме? Принтер көрдіңіздер ме? Пульт көрдіңіздер ме? Совет одағы елдері өндір бүкіл дүние ойбай бренд марка екен деп таласып тармасып алатын бренд дамбал көрдіңіздер ме? Совет өндірді дейтін елдердің бәрі қызығып көріп аяғына киетін, ойбай, соны кие қойсаң аяғың шуашы кетеді дейді бір байпақ шұлық көрдіңіздер ме? Жоқ қой, жоқ қой. Яғни Совет тәрбиесін көргендер, советтік басқару жүйеден шыққандар тек жеуді біледі, құртуды біледі, өндіріс ұйымдастыра алмайды, банктық құрылымды ұйымдастыра алмайды. Олардікі тек пара тартып алу жеу болды. Әкел, бата бер. Міне, сондықтан міне жерде қазақтарға бір ғана нәрсе, мен үнемі Совет сасыған сасық шалдар деген сөзді айтатыным не? Совет сасыған деген сөзді айтатыным не? Қазақтар әсіресе мына жасы 50-ден өтіп кеткендер, 60-тағылар бір Совет кезін аңсайды. Олар психологиялық дағдарысқа ұшыраған адамдар. Ол Совет аңсап тұрған жоқ. Оның жастық өмірі Совет көзінде өтті. Ол анығында жастық шағын аңсап. Мен де жастық шағымды аңсаймын. Мен де қылшылдап тұрған жас кезімді аңсаймын. Бірақ мен жастық шағымды аңсаймын. Бірақ жастық шағым өткен коммунистік жүйені, не Қытай коммунистік жүйесін, не Қазақстандағы Назарбаевтық кезді аңсамаймын. Менің жастық шағым Назарбаевтық Қазақстанда өтті. Менің жастық шағымды Назарбаевтық Қазақстан ұрлады. Соның ара қатынасын білмейді көп адам. Неге? Миы төмен, IQ төмен, ми клеткалар дұрыс жұмыс жасамаған адамдар. Сондықтан мына Тоқаевтық жүйе, Шығыс Еуропа, кешегі Совет, мына Қытай коммунистік жүйені ойлаған кезде қазақтардың санасына бір нәрсені салуға тура келеді. Мына мүлде мына жүйеден бөлек, мына жүйені форматтап тасталқан шығарып, мына ескі үйдің қабырғасын құлатып, қайтадан орнын қопарып тастап, қирандысын қопарып тастап, фундаментін нөлден қазып қайтадан тұрғызу керек.
Ескіні жасасаң есің шығады дейді. Бұл ескі үйдің ескі кірпіштеріменен жаңа үй тұрғыза алмайсың. Бәрі үгітілген, мүжілген, шеге ұрылған, арматура ана жерінен де мына жерінен де тесіп қойылған. Бұл ескінің аты ескі. Ескі Жигулиді ремонттап өңдеп, бүгін доңғалағына Мерседестің доңғалағын, ертең рөліне BMW-нің рөлін салып жүргенше, сол ескі Жигулиңді бір жерге апарып тастады, жаңа иномарка ал. Осыны ұмытпаңыздар қазақтар. Енді Қытай туралы біраз нәрсені айттық. Америка туралы айттық, Ресей туралы айттық, Украина туралы айттық. Кеше пост салдық. Қатарынан 3 күн салдым. Күніне 1050, 1900 адам өліпті Ресей тарапта. Әрине Украин тараптардан да кем дегенде соның 3-тен 1-індей не жартысындай адам өліп отыр деп болжауға болады. Украиндер жарияламайды. Бірақ Ресейден соңғы күндерде өлген адамдарды мен Киев Индепенденттің ағылшын тілді басылымынан қиып алып, үнемі бүгін 1000 аққұлақ өліпті, кеше 900 аққұлақ өліпті деп салып отырмын. Ол әрбір өлген аққұлақ, ол оның ата-анасы, жары, туыс туғаны аңырап қалды. Бір есер соқ Путин. Айтуда бір есер соқ Путин дейміз, бірақ оның артында тұтас орыстың шовинистік, импершілдік элитасы тұр. Шар Россиядан келе жатқан, анау Екатерина 2-ден келе жатқан. Бері қарай Ленин, Сталин жалғастырған, тек ірге кеңейтумен, қырғынмен, соғыспен саяси билігін күшейтіп келген осы бір құбыжық қоғамдық жүйе тұр. Шар Россиядан қалған, Совет жалғастырған бұл құбыжық қоғамдық жүйе үнемі бүкіл халықтың, мемлекеттің назарын соғысқа, қырғынға аудару арқылы ғана өзін күшейтіп, және өз өмірін ұзартып келіп отырды. Осыны түсінетін кез келді. Енді бір-екі ауыз Американың ішкі жағындағы саясатқа кезек берейік. Трамп пенен Харвардтың ұрысы жалғасып жатыр. Менен бұл арада Гарвард деп орысша айтпаймын. Ағылшынша Харвард. Бітті Харвард. Орыстың Гарвард деген оттаған сөзін қазақ журналистері қалталарына салып қойсын. Америка Харвард десе, Харвард деп атаңдар. Неге он Харвард орыстікі ме, Ресейдікі ме? Егер Харвард университеті Ресейдікі ме, сонда Гарвард деп атасаңдар, окей. Американың Харвард университетін орыстар Гарвард десе, жынды қазақ қосылып Гарвард дейді. Американың Холливудын орыстар Голливуд десе, жынды қазақ ілесіп Голливуд дейді. Американың Тексасын орыстар Техас десе, жынды қазақ ілесіп Техас дейді. Орыс боқ жесе, боқ жейтін қазақ қой. Орыс шекесіне боқ жағып алып, мынау мода екен десе, қазақ ілесіп боқ жағып алады. Міне. Қазақтардың, білмеймін, орыс дүниедегі ең бақытты халық шығар деп қалам. Неге? Орыстың арман, орыстың өзінен арман, ғашық болып есінен арылып сүйетін қазақ дейтін топас бар да. Мен бір халықты, екінші бір халық осындай жақсы көретін, жер бетінде құбылысты көрген жоқпын. Шведтерді жақсы көретін, немістерді көрген жоқпын. Француздарды өліп жақсы көретін, Алжир көрген жоқпын. Ағылшындарды сүйіп, жақсы көріп, тамсанып, басын изеп, бүйтіп отыратын Ирлан көрген жоқпын. Испандарды жақсы көріп, балқып кететін каталан көрген жоқпын. Бірақ орыстарды көріп, буын-буыннан жан кетіп, балқып, тура сүйген жарын құшақтап, еміренгенде еміреніп, орыстың осырығының өзін француздың атырынан арман көріп, басын бүйтіп шайқап, рахаттанып, тұмсығын тығып, орыстың қолаңсасын бүйтіп, шіркін ай, басым жазылды ғой дейтін бір топас қауым бар да, қазақ дейтін. Орыстың ана сасық қолаңсасы, соның өзін бүйтіп, искап, рахаттанып, басы жазылатын қазақ бар да. Ол қазақ Америкада да орысшыл. Америкада қазақтардың телеграм группалары бар, орысша жазады.
Америкада қазақтар бірімен бірі бас қосқанда орысша сөйлесен. Өй, Құдай төбелеріңнен ұрып қойған екен деймін ғой. Америкада қазақтар бар. Фейсбукте Америка қазақтарының топтары бар. Орысша жазады. WhatsApp группалар бар. Телеграмда группалар бар. Орысша жазады. Америкада 10 жыл жүрген ит, үргенде де ағылшындардың иті құса бүреді ғой. Бірақ қазақтар Америкада алды 20 жыл жүріп, орысша рахаттанып сөйлейді де. Тіпті ана Қызылорда, Шымкент, Тараздан келген. Орысшасы тисе ағашқа, тимесе бұтаққа қазақтарда орысша сөйлеп өздерін. Орысшалар деген енді менің орысшамның ар жақ бер жағы. Менің орысшамның ар жақ бер. Бірақ ана орысша сөйлеу арқылы ғана ана ортада өздерін білімді көрсеткісі келеді. Құдай төбелерінен ұрып қойған қауым екен деймін де. Сосын айтам, Құдай жақсылық бермесін. Екі әлемде өстіп сорлап өліңдер. Ол дүниеде де сол орыспен бірге көрді өртеніңдер. Бүйтіп қоясың енді басқа жоқ. Осы қазақтарға мен ойлаймын мына. Қазір міне бәрі өзгерді. Шашты бояй саласың, арзан, сап-сары орысқа ұқсайсың. Көзге де қазір линзаны кигізе саласың, көкшірейіп шығар. Мұрынды да Корейге барсаң, бір ұзаса бір 10 мың доллар ма қоңқырайтып орыс боласың. Бірақ терін ауыстыру қиын болып бір да. Ертең осы адамдардың терісін ауыстыру бір арзан болса, Майкл Джексон ауыстырды ғой, ол жарықтық қой, алапес ауырған, амал жоқ ауыстырды. Осы теріні ауыстыру егер окей болатын болса, арзан болса, бір 10 мың ба, 5 мың долларды ақпақшына, 1000 долларға тері ауыстырып беретін бір жаңа технология шықса, әй жер бетінде осы қара қазақ ба, біз қаламыз, осы бетіміз жалпиып. Енді әзір мына Корейде мына бетті де арамен аралап, мына біздің бұна жалпиған бетімізді үшкірейтіп бүйтіп беретін болды. Былай болады үшкіреміз де, мынау жоқ, мына жақтан былай қарай кесіп алып тастайды. Мынадан былай кесіп, мына шекеден де алып бүйтіп жасап бере салады екен. Соны орыс сияқты бір кішік бетіміз мынандай құрттай болып, сопақ бет болып шығар. Ертең бір технология шығып, мына тері ауыстырып беру арзан болатын болса, ай, қазақтың көбі мына қазақ терін кәсіп алып итке тастайды да, ойбай маған тура орысқа ұқсатып салып берді. Ана шыбарына дейін, арқасы білегі шыбарына дейін, сол орысқа ұқсатып беріңдерші осы деп. Ай, қазақтар енді миллион қазақ кезекте тұрам екен, мүмкін 10 миллион қазақ кезекте тұрып жаңа. Менің терімді орысқа қойып берші тура. Ана қолаңсасына дейін ұқсатып жасап берші. Ана қолаңсасын ұмыт қалтырып қоймаңдар, ана елдер өтірік орыс екесіңдек қалады. Ана қолаңсанда ана автобусда көтеріп қалғанда бір автобус салып қалатындай қолаңсасымен қосып салып беріңдер. Ана қолаңса безіне дейін әкеп салып беріңдер деп. Бүкіл қазақ осы терісін орысқа ауыстырып алады. Ойбай, мынау шөт құсап, неміс па, француз ба? Ой, болмайды. Ой, бәрі ақ қой, жоқ, ақ емес маған. Мынау что-то неміс құқсан қырық қап. Мынау вообще бір Италияға келемін. Жоқ, маған орыс құқсатып бер дейді де. Енді ондай технология шықпай тұр. Қазірге дейін енді терісін қарадан аққа өзгерткен бір ақ адам болды. Ол марқұм жарықтық, мен жақсы көретін Майкл Джексон. Майкл Джексонды мен жақсы көремін. Үнемі есіме түскенде жаңа әнін тыңдаған, жолға, ұзақ жолға шыққанда әнін тыңдаймын. Майклдың әндері қатты жақсы көріп тыңдаймын. Жас күннен тыңдап өстік қой. Соны дұға қыламын, Алла жәннат қылсын деп. Енді ол жарықтық мұсылман болып өлді. Ол жарықтық кәлима айтып дінге келді. Ол жарықтық тіпті өлгеннен кейін барып әшкере болды. Оның жер шары бойынша оның атаған жылуы адамзат тарихындағы ең көп жылу екен. Оның ауру емдейтін, рак емдейтін, Паркинсон аурулары бар, рак аурулар, балалардың неше түрлі ауруларын емдейтін ғылыми орталықтарға миллиардтап атаған. Африкаға, кедей халықтарға, аш жалаңаш халықтарға миллиардтап атап отырған ғой. Ол сөйтіп миллиард тарихтан бой елдер жаңа неше түрлі яхта алып, арал сатып алып жатқанда жарықтық Майкл Джексон сол жылу атап жүрген екен ғой. Ол кәдімгі кәлима айтып мұсылман болды. Мен ол жақсы кісен. Ол енді жарықтық алапеспен ауырыпты. Алапеспен ауырғаннан кейін қайтеді, бетінің терілері ағарып, түлеп. Алапес дейтін ауру бар ғой енді, білесіздер. Сол қатты бетте мына жері қара, мына жері ақ, мына жері қара, мына жері ақ. Сосын ол жарықтық амал жоқ бетінің терісін ауыстырды. Ал енді ол шарасыздан болды. Ол қараны жек көріп,
Сосын барып ақ болып өзгерген жоқ. Ол сол алапес болғаннан кейін сахнада жүргеннен кейін ауыстырды ол. Енді мына қазақтарды білмеймін енді. Енді осы қазақтар үшін бір миллиард доллар тапқан миллиардерлер адамның терісін ауыстыратын технологияны тездеп ойлап тапса, бірінші кезекте қазақтар тұрады. Басынан бақайшығыңа дейін ауыстырып береміз десе қазақтар тұрады. Ішпей, жемей, тура тарта жесең тай қалады, қорқа жесең қой қалады деп қазақтар ішпей, жемей, ана өздерінің қазақ беттерінің терілерін лақтырып тастап, сол орыс тері киіп алады қазақтар. Енді қазақ сияқты табынғышы бар, орыстарда бақытты шығар. Қазақ сияқты табынатын, ұлт ретінде табынып кеткен біреу бар, енді орыстарда бақытты. Енді Америка туралы бір-екі ауыз айтайық. Трамп пен Харвардтың ортасында үлкен айғай-шу болып жатыр. Сөйтсем, кешем алдың күні туиттерді көріп қалсам деген, енді ар жағында мына орыстардың туиттері бәрі белгілі ғой, аттары тұр. Ой, Трамп әлемге әйгілі 4 ғасырлық тарихы бар Харвардтың тас талқанын шығарып жатыр. Ахо, деп Трампты жерден алып жерге салып жатыр екен. Сіздер 4 ғасырлық тарихы бар Харвардты біледі екенсіздер. Қазір ақпарат жеңіл заман, елдің бәрі оқи береді. 1600 жылы, осыдан 4 ғасыр бұрын, Англиядан қудалау көрген бір топ таза тақуа христиандар Американы бетке алады. Олар Майгүлі деген кемеге отырады. 1600 жылы. Бұл англиялықтар кімдер еді? Бұлар Исаны Құдайдың ұлы дегенді мойындамайтындар, Исаны Құдай дейтінді мойындамайтын христиандар еді. Қызық. Онда олар мұсылманға келеді ғой. Мұсылманға жақын. Неге? Олар Иса пайғамбар дейді ғой. Исаға артынан таңылған Құдай немесе Құдайдың ұлы дейтінге келіспейді ғой. Олар өздерінің қолындағы Байбыл, яғни Інжілден көрі өзгертілмеді делінетін Тауратты, яғни қазіргі еврейлер оқитын, Мұса пайғамбардың үмбеті оқитын, жойыттар оқитын Тауратты басшылық қалады. Олар Інжілді қасиетті кітап дейді, бірақ Інжілге күдікпен қарайды ғой. Міне қызық. Олар Інжілді қасиетті кітап дейді, бірақ ресми түрде олардың ғұламалары Інжіл күдікті деп айтқан жоқ. Бірақ күдікпен қарайды. Олар шіркеулерінде отырып, өзгертілмеді делінген Тауратты оқиды. Қазақша аударғанда ескі қасиетті кітап, жаңа қасиетті кітап дегендегі ескі қасиетті кітап сол еврейлердің Таураты. Ол жерде Құдай Мұсаға бұлай деп айтты, Құдай Мұсаға бұлай деп айтты дейтін сөздерді оқиды. Бірақ Інжілді алады, Інжілге мән бермейді. Осы діни ағымды Англия жаныштайды, қырады, өлтіреді, сәбиіне дейін өлтіреді. Бұларды кәпір дейді. Неге? Англияның ұғымында Иса Құдай және Құдайдың ұлы және киелі рух. Олар айтады, жоқ, Құдайдың ұлы болмайды. Құдай жер бетіне түспейді. Иса пайғамбар дейді. Сөйтеді де Мұса түсті, Мұсадан кейін Иса түсті. Яғни Мессия, құтқарушы Иса, бірақ Інжілге күдікпен қарайды. Осыдан олар бүкіл құлшылықтарында тек Тауратты оқиды. Осы қудалау көрген діни ағым, Англиядан қашып Америкаға келеді. Сөйтіп олар Америкаға келіп қоныстанады. Сосын олар өздерінің ұрпақтарын тәрбиелей бастайды. Артынан адамдар көп келеді, ұрпақтарын тәрбиелей бастайды. Енді әркім үйінде отырып оларға Алла жіберген пайғамбарлар туралы, Адам ата, Нух пайғамбар, Лут пайғамбар, одан кейінгі Мұса, одан кейінгі перғауыннан құтылып, Қызыл теңізді қолымен қақ жарып шығу, анау соның бәрін айтады. Енді осыны жүйелі түрде беретін бір орталық керек екен дейді. Сөйтіп олар әрқайсысы қаржы шығарып, құрылысын бастап салып, университет салады. Бұл сол кезде олардың балаларын оқытуға салған медресесі болатын.
Медресе деген дәріс беретін орталық. Медресе, яғни дәріс орталық, дәрісхана болады ол. Сөйтіп жүрген кезде 28 жастағы Харвард деген жігіт, кітапбаз жігіт, үйінде тонна кітап бар, Харвард университетіне жаңағы оқу орталығында бүкіл кітабын арнайды. Бірақ өзі ол университетте бір күн сабақ бере алмайды. Өкпе ауруынан, құрт ауруынан, туберкулез ауруынан өліп кетеді. Оның жылуға атаған кітабы осы университет тарихындағы ең керемет жылу болды. Сөйтті де артынан осы университетті құрушы ақсақалдар алқасы, жаңағы Исаны тек пайғамбар деп білетін ақсақалдарын айтты, біз бұл университетті сол жігіттің атымен Харвард деп атайық деді. Сөйтіп Харвард университеті қалпына келді. Харвард университеті бұл ту баста діни орталық болды. Онда Таурат басып өтілді. Таурат басып өтілді. Бірақ Тауратты басып оқығанмен бұлар еврейліктен ұстанбады. Мұсадан кейін пайғамбар келді деді, бірақ сол пайғамбардың кітабы өзгертілді дейді. Бірақ түпнұсқа кітапты таба алмайды. Осындай бір қайшылық тойда жүрген қауым болды. Қазіргі христиандар менен қазіргі жойыттардың ортасындағы бір қайшылықтағы қауым болды. Міне бұл осы Америкадағы христиандардың ең алғашқы негізін салушылар болды. Міне. Ең алғашқы негізін салушылар осы. Кейін бұл университет еврейлер көп келе бастады. Неге? Таурат басып өтілетін жер. Таураттық білімдер бұл университет өтіледі. Бұл университет бара-бара дүнияуи білімдерді, математика, физика, химия, құрылыс, инженерия барлығын өтетін болды. Астрономия, экономика бәрін өтетін болды. Шетел тілі. Сосын еврейдің баласы келе бастады. Бара-бара Харвардта Джойттың баласының санасып кетті. Неге? Джойттар балаларын қорықпай тұрып Харвардқа беретін болды. Неге? Харвардтағы діни сабақта Таурат өтіледі. Сосын Харвардтың басшылары ақылдаса бастады. Мынауымыз бара-бара Джойттың орталығы болып кететін болды. Енді біз бөлектенейік. Бүкіл баланың бәленбай пайызы Джойт болып кетті. Сосын олар айтты, жоқ, оның жолы оңай. Джойттың баласымен біздің баламыз емтихан жасаса, ана Еуропада қудалау көрген, Англияда қудалау, Испанияда, Германияда, Францияда қудалау көрген Джойттың баласы жан сақтау үшін өліп тіріліп оқиды екен. Оның үстіне Джойттар баласын күні түні сол 8 сағат ұйықтағаннан басқа уақыттың бәрінде кітап оқытып қояды екен. Біздің баламыз уайымсыз қайғысыз өскеннен кейін ондай көп бұлқы болмайды екен. Сондықтан біз Джойттарды шектеудің жалғыз жолы Джойттарға арнайы сан бөлейік болды. Осы квота, осы саннан бөлек оларды алмайық дейді. Бұлай қарап отырсаң, квота деген бір қайырымдылық сияқты да. Бірақ шын бәсекеге салып берсе, бәрін Джойт алып кетеді. Ағылшынның баласына тимей қалады. Сондықтан әдейіге квота бөлеміз дейді. Сөйтіп, Джойтқа квота бөлінеді де, Джойттардың саны шектеледі. Экзаменнен қанша өтіп тұрсаң да, осы саннан артық алынбайды. Енді сан ағылшынға беріледі. Сөйтіп, Джойттардың санын балансты ұстап отырды. Сөйтіп, бұл университет бүкіл Американың экономикасы, өндірісі, идеологиясы, саясаты, сыртқы саясаты барлық салада ең мықты рөл атқарған университетке айналды. Тарихтан бері солай. Ең мықты азуын айға білеген саясаткерлер, дүниенің экономикасына сұрапыл өзгерістер енгізген экономистер, финансистер, атақты банкерлер, дүниедегі жоқтан бар жасаған ғалымдар, тапқырлар барлық осы университеттен шығып отырды. Бірақ 4 ғасырға жалғасқан осы шұғылалы тарихты адамзат тарихындағы бір құбыжық қауым келіп өзгертіп жіберді. Ол құбыжық қауым Қытай. Илахи ақиқаттан алыс қалған, бұтқа табынған, ақшадан басқа құдай жоқ, керек десең арнайы ақшаның, байлықтың құдайы бар деп, оғанда бұт жасап табынатын Қытай дейтін қауым келеді. Енді бұлар бұл университетті жаулайды. Бұл құбыжық қауымға коммунизм қосылғанда коммунистік Қытай дейтін екінші құбыжық пайда болды. Олар тіпті одан арман құбыжықтана түсті. Құбыжықтың үстіне құбыжық бола түсті.
Сөйтті де Харвард университеті. Бұлай қарасаң, Американың заңы бойынша жеке мектеп, жеке оқу орны, жеке оқу орталығы тапқан табысынан салық төлемейді. Және саяси жүйеден тәуелсіз. Сөйткен Харвардты Қытайдың коммунистері келді де бүкіл Қытай элитасының балаларын оқытатын орталығына айналды. Ши Цзиньпиннің қызы Ши Минзы де осы университетте 14-ші жылы оқуды ауысады. Психология және әдебиет пәні бойынша оқуды ауысады. Көрдіңіздер ме? Ол қалай оқыды? Қело-мело екі ауыз ағылшыншасы бар ма? Ешкім білмейді. Ши Цзиньпиннің қызы Ши Минзы Харвардты тауысты. Әкесі топас 5-ші сыныптық білімі бар. Шешесі аңыраған есек әнші. Оның қызына Құдай қайдан IQ береді? Әдетте әнші дегендер ең топастар болады. Құдай көк ми қып қойған адамдар әнші болады. Әдетте әншілерде есектің миындай ми болмайды әншілерде. Өз өмірде де сондай ғой. Бүкіл әнші топас болады. Ақылды әнші өте сирек, миллионнан біреу болады. Өмірде де топас болады. Еркегі де, ұрғашысы да, әншілер жалпы сол есек ми, шошқа мидің ар жақ бер жағы болады. Олар қарқылдап күледі, жағын жылтырап жүреді, киініп алады, ыржың тыржың. Өмірде де сондай бытқыған сондай болады. Енді сол шешесі әнші, әкесі көк ми, Ши Цзиньпиннен қандай қыз Харвард оқиды ол? Білеш? Қандай қыз Харвард оқиды? Сөйтсе, Қытайдың орынбасары төрағасы Ваң Чишан келіп кезінде Ши Цзиньпиннің орынбасары. Бұл университетте студенттерге лекция оқып кетіпті. Бұл университетте Қытай коммунистерінің бірден кесі келіп, студенттермен кездесу өткізіп кетеді. Сөйтсек, бұл университетті Қытай коммунистері жаулап алған. Студенттерінің бәленбай пайызы Қытай болып кеткен ғой. Бәрі Қытай элитасының балалысы. Неге? Жылу көп аталады. Қаржы көп аталады. Қытай компартиясынан тіке салынатын қаражат бар. Гонконг, Макао арқылы, Сингапур арқылы, Малайзия, Индонезия, Вьетнам арқылы, немесе офшорлық есепшоттар арқылы аударылатын қаражаттар хисап жоқ. Американың заңы бойынша оларға салынған қаражаттың аталған жылудың есебін тексере алмайды. Оқу орны, жеке меншік, салық төлемейді. Сөйтсек, бұл оқу орны саяси кәдімгі бір күшке айналып қалған. Қытайдың идеологиясын жүргізетін күшке айналған. Конфуций институттары құрылады, Қытай компартиясын мадақтау басталады. Ол мадақтау үшін алдымен Қытай компартиясының жеткен жетістіктері мақтау. Біздің Қазақстанда ғана сатымсақ түк көрмеген қайыршының тұқымы журналистер бар. Вай, Қытайда қабат үйлерді қараңдар дейді ана. Пекиндегі, Шанхайдағы үйлерді қарсатып бата. Түк көрмеген сорлар ғой. Түк көрмеген сор, дүние көрмеген сорлар. Вай, Қытайдағы қабат үйлер. Вай, Шанхайда қара. Вай, қайыршының тұқымы ғой, түк көрмеген ана Қытайды көріп қалпақтар түсіп қап отыр да, міне. Көрдіңіздер ме? Мұна Харвардтағы қытайшылдарда сөйтіп бастайды. Қалай бастайды? Қытайдың жетістігі, Қытай экономикасын жетістігі. Енді бара-бара не дейді? Экономиканы Қытай компартиясы сияқты макролық тұрғыдан монополия жасау дұрыс деген сананы қоғам санасына тықпалай бастайды. Сөйтетудегі Америкадағы демократиялық еркіндікке де шабуыл бастала бастайды. Қоғамның тұтас байлығын Қытайдың ұлттық компания арқылы Қытай мұнай басқарады. Қытайда мұнайды 3 компания басқарады. CNPC, Sinopec және Қытай теңіз мұнай компаниясы дейді. 3 компания басқарады. Қытай мұнай компаниясы, Қытай петролиум және Қытай теңіз мұнай. 3 компания басқарады. Бүкіл бір мұнайды 3-ке беріп қойды. Газды бір компания басқарады. Қытай су деген ұлттық компания бар, бүкіл Қытайдың су ресурсын басқарады. Қытай тас жол деген ұлттық компания бар, Қытайдың бүкіл тас жол, бюджет жасау, өңдеу, салу. Қытай темір жол компаниясы бар, бүкіл Қытайдың темір жолы. Бұл компаниялардың айналысы триллиондаған доллар. Енді әлгі
бүкіл дүниенің нарықтық қатынасын, финансын, батыстық құрылымды, банктік жүйені жасақтаған оқу ордасында енді ғылыми мақалаларда Қытай сияқты макролы басқару дұрыс екен, оның нәтижесі міне деген әңгіме шыға бастады. Яғни финансқа, экономикаға нарықтық реттеуден көрі бір құрылым арқылы, бір орталықтан басқару дейтін монополиялық, диктатуралық жүйені үгіттейтін жел батыстың жастарының санасына сіңе бастайды. Яғни Харвард университеті марксизм, Маудың идеясын үгіттейтін орталыққа айналып қалды. Қытай сасып кетті, Харвард университеті Қытай сасып кетті. Былай барсаң да Қытай сасып тұр, жуа, пияз, усарымсақ. Былай барсаң да Қытай сасып тұр, жуа, пияз, усарымсақ сасып тұрыз. Қытайлардан бір сасық иіс шығып тұрады ғой. Ана өздері өңкей сасық жей береді ғой. Ашты бар, жуа бар, пияз бар. Тоқай сияқтанда майға екі құрылған шошқаның еті бар. Оған бақа бар, тырбыңтыр. Мына жақтары шаяны бар. Тыға бергеннен кейін сол сасып тұрады өздері. Міне. Міне. Әңгіме қайда жатыр. Енді Трамп бұл университетке неге келіп отыр? Бұл университетке бюджеттен бәленбай ақша бөлінеді. Салықтан босатылады. Ғарыш зерттеу технология керек па? Осы университетте ғылыми орталыққа тапсырыс береді. Қорғаныс министрлігінен қарудың жаңа түрі осы университеттің ғылыми орталығына тапсырыс беріледі. Медицина осы университеттің орталығына тапсырыс береді. Авиация, коммуникация, IT осы университет. Енді идеология ғана коммунизмденіп, социализмденіп кеткен жоқ. Енді бара-бара бұл батыстық демократиялық құндылықтарға қарсы бұл идеологияның ар жағында әлгі мемлекеттің триллиондаған қаражаты менен жабдықталған аспаптары бар, жабдықтары бар, ғылыми базасы бар университетте көзі сығырайып Қытайдың шпиондары отырады. Неге? Халықаралық студент деген аты бар. Ал ол студент кім? Ол кеше Қытайдың 14 жасынан 12 жасынан Қытайдың азаттық армиясында ғылыми барлау, ғылыми зерттеу, қару-жарақ зерттеуде 12-15 жасынан мақсатты түрде сол вақытта оқытылды ма? Жай мектепте оқымайды олар. Сол 12-14 жасынан қару-жарақ мектебінде бастайды. Олар анау-мынау оқып уақытын мен ажыратпайды. Олар 12-15 жасынан әскери салада мынаны химиялық қарулар зерттеуге, мынаны биологиялық қарулар зерттеуге, мынаны атомдық қарулар, мынаны лазерлік қарулар зерттеуге қояды. Ол сол жерде оқып, ол 22-23 жаста келгенде ол Еуропа, Америкадағы докторлардың диссертациясын бір көргенде түсінетіндей жасқа келеді. Сосын тымпиып студент болып Англияға, Америкаға, Еуропаға тымпиып кіреді. Мен былтыр бір бітірдім, міне аттестатым деп келеді. Бірақ ол қандай? Ол мемлекеттің ең жоғарғы әскери қару-жарақ орталықтарында тәрбиеден өткен бәле. Оларды сол Еуропа, Американың ең жоғарғы жетістігін ұрлауға жіберді. Басқа студенттер, мынау бұлай екен ғой, мына лазерді бұлай жасау керек екен, мынау бұлай екен дегенде олар сақ-сақ етіп, мына технология бізде бар. Америка біз шеше алмай жүрген мәселені бұлай шешіп қойыпты. Бүйтіп жібергенде бұлай екен. Мына вирусты бұлай, оның RNA-ін, DNA-ін бұлай өзгертетінді біз өзгерте алмай жүргенде Америка бұлай өзгерте алады екен. Осыны копиялап алу керек. Міне. Бүкіл Американың ең жоғары ғылыми жетістігін ұрлайтын шпиондарды оқытатын орталыққа айналып қалған ғой. Енді қара. Онымен қоймайды. Олар Қамасты ашық қолдайды. Тура Қытай компартиясы. Қамасшылдар кімдер еді? Газабектер Қазақстанда. Путиншілдер Қазақстанда. Қамасты кім тәрбиелейді? Қытай тәрбиелейді. Кім қару береді? Орыс пен Қытай береді. Қай жерде жаттығады? Иранда жаттығады. Қамас деген сол. Алды да 6000 зымыранды атып кеп қалды. Міне тасталқан шықты бүкіл дүниенің. Қытай берген параплан, Қытай берген зымыран, Қытай берген дрон, Қытай қазып берген үңгір. Бұлар Қамасты қолдайды. Бұлар жойыттарға қарсы. Сөйтті де Қытайдың, Орыстың,
Иранның идеологиясын үгіттейтін саяси орталыққа айналып қалды. Алғаны Американың гранты. Америкадан стипендия алады, Американың жатағында жатады, Американың тамағын жейді, Американың суын ішеді, Америкаға қарсы. Американың 52-ші штаты болған Израиль мемлекетін жою керек деген әңгімені айтады. Өздері сондай мемлекетте өмір сүреді. Және Харвард университетінде осындай әсіре солшылдық маркстік идеологияменен өмір сүреді. Алды да Трамп бұл университеттің қалқарадан оқушы қабылдауын, тиятын, тағы басқа анау мынау мемлекеттен алатын көмек ақыларын тиятын бұйрыққа қол қойды. Енді қазір оны ең жоғарғы сот дейтін шықты. Федералдық сот дейтін шықты. Америкада заң бар, кез келген Америкада бәленбай федералдық сот бар. Соның кез келген Трамптың бұйрығын тоқтата алады. Федералдық сот Трамптың бұйрығын тоқтата алады. Міне бұл демократия. Көрдіңіз бе? Президенттің бұйрығын жай федералдық сот тоқтата алады. Сөйтіп, тоқтатып тастап отыр. Әңгіме қайда жатыр? Енді ары қарай не болатыны белгісіз. Харвард жырының қыры мен сыры осында жатыр, қазақтар. Шын мәнде бұл осындай әңгіме. Ал ары қарай не сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Мен енді бүгін көп сұраққа жауап бере алмайым. Онлайн сұрақ жауапқа біраз кезек берейін. Соныменен менде шаршаңқырап отырмын, демалайын. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Айтпақшы, кеше мен мынау Серікжан Біләшұлы дәрісханасында арнайы WhatsApp группада жантану жабық сабағының 6-шы бөлігін жарияладым. Бұл жантану жабық сабағының 6-шы бөлігінде ағылшын тілі бойынша borderline personality disorder ауруын түсіндірдім. Бұл қазақ қоғамындағы ең көп кездесетін психологиялық кемістіктер, психологиялық аурулар туралы жабық сабағымыздың 6-шы бөлігі. Мен ашық 2 сабақ өттім, жабық 6 сабақ өттім, бұл 8 сабақ. Алдағы уақытта тағы бұл психологиялық сабақтарымыз жалғасады. Бұл borderline personality disorder, жиектік, болмыстық, қалыпсыздық ауруы, бұл қазақтарда өте көп. Қазақ дүние жүзі бойынша өз-өзіне қол жұмсаудан алдыңғы үштікке кіреді. Кейбір зерттеулерде қазақ дүние жүзі бойынша өз-өзіне қол жұмсаудан алдыңғы 1-ге кіреді дейді. Мейлі қалай болмасын. Бұл біздегі қоғамымыздағы шешілмеген мәселелердің, қоғамдық қайшылықтардың аса ауырлығының бір белгісі. Әрине жұмыссыздық, әділетсіздік, теңсіздік, жастармен жұмыс жасамау, қоғамды жайлаған зұлымдық, қара түнек, бұның барлығы себеп. Енді осы жалпы жұртқа белгілі себептерден тыс, біздің тәніміздің саулығымен қоса, жанымыздың саулығы да себеп. Ол жансаулықтың бірі осы жиектік, болмыстық, қалыпсыздық ауруымен ауыратын адамдардың ұзақ сарыуайымға салынатыны, қатты жалғызсырайтыны, өз-өзінен белгісіз торғуға ұшырайтыны, өз-өзінен жінігіп шаттанатыны, немесе сиклді түрде қалыпты қайталана беретін, қайталана айланып келе беретін мінездік қалыпсыздықтары туралы, тіпті ең соңында өз-өзіне қол жұмсау, 1 секундтың ішінде сүйіп-күйіп жанып отырған нәрсесінен 2 секундта бас тарталатыны, өмірлік ұстанымын, аңсап отырған ұстанымынан сол сәтте бас тартып кері кете алатындығы, осы сияқты қалыпсыздықтарының барлығын айттық, психологиялық анализ жасадық, және одан сақтану жолдарында айттық. Және сонымен қатар қазақ қоғамында ең көп кезігетін pathological lying, яғни патологиялық су айттық. Яғни
сырқаттық сипаттағы суайттық туралы да көп сабақ айттық. Бұл сырқаттық сипаттағы суайттық, яғни сырқат ауру тұрпатындағы өтірік айту, бұл да қазақ қоғамында өте көп кезігетін аурулардың бірі. Бұл туралы мен келесі сабағымда тағы да кеңітіп отырып айтам. Мына 6-шы жабық сабағымда бұны бір шолып өттім. Жалпы осыған дейін жабық 6 сабақ, ашық 2 сабақ, 8 сабақ берілді. Жалғасын тағы да осы алдағы бірнеше күнде сіздерге ұсынатын боламыз. Менің психология сабағы, сосын ары қарай мотивация сабағы, өзін тану сабағы сияқты сабақтарымыз, бала тәрбиесі сабағы, қоғамдық қатынас сабағы, сосын жастармен сабақ, осы сабақтарымыз жалғасады. Ал сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, мен мына жерден көріп отырайын. Жек көріп дейді, сізді дейді, ішімнен маңырет. Қандай сұрақтар бар? Республикашылдар неге Ресей әлсіз жақтарын көрсетеді дейді. Мен оны қайталап тұрып айтып берейін. Бұдан бұрын да айттым. Бірінші, республикашылдар және оның қазіргі биліктегі басшысы Трамп, олар үшін Ресей біткен ел. Біткен ел. Олар үшін алғанда Америкаға ең басты қауіп Қытай. Экономикасы, ғылымы, IT саласы, жасанды ақыл, ғарыш саласы, өндіріс, қару жарақ, тіпті биологиялық қару, мысалы коронавирус. Алдыңғы жолы коронавирус сол Трампты тақтан құлатты. Коронавирус бүкіл дүниені тасталқан қылды. Бүкіл дүние жүзінің экономикасы әлі қалпына келе алмай жатыр. Коронавирус тараудан бұрынғы деңгейге бүкіл дүние жүзінің экономикасы әлі қайта алмай жатыр. Одан бері қай заман? 2019-дан бері қай заман? Міне 6 жыл өтті. 6 жылдың алдындағы деңгейге дүние экономикасы жете алмай жатыр. Міне, туризм құрды, өндіріс құрды. Қаншама миллиондаған адам өлді, қаншама шығын болды, мысалы, бюджеттік шығындар. Сондықтан Трамптың назарында Ресей тек сол айналасына соғыс ашатын бір, көршісімен үнемі соғысатын бір содыр сотанақ. Бірақ әлемдік финанстық, экономикалық қауіп тудыра алмайды. Биологиялық қару жасай алмайды. Жасанды ақыл, Ресейдің жасанды ақылмен қатысы жоқ, IT-мен қатысы жоқ. Бірақ Қытай осының бәрінде бүкіл адамзат қоғамын алай-дүлей қылатын жетістіктерге ие. Сондықтан Америка өзінің бірінші басты қаупі, қарсыласы Қытай деп отыр. Бұл бір. Екіншісін қайталап тұрып айтамын.